Сары суда өндіріс деген ел жатыр. Біздің елде туып өскен ең батыр. Сонда елде ерекше дара туған Бауыржан қызы Диана мен боламын. Жүректерді жан жылуымен ерітіп, поэзия әлемінің биік шыңдарын өз еркіне бағындырып, қиялға қанат серімген Атыраудың ару ақыны Фариза Оңғарсынова. Фариза — бұл есім ерлік пен өрліктің, сыршыл сұлулықтың, ұлылықтың символы. Фариза біреуде болса бірегей деген ұғымды білдіреді. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да болған. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы Атырау облысы Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында 25 желтоқсанда дүниеге келген. Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтын бітіріп, еңбек жолына Қарапайым ауыл мектебінде ұстаздық етуден бастаған ақын кейінде 1968-1970 жылдары Лениншіл жас газетінің редакциясында Гурьев, Ақтөбе және Орал өңірлерінің меншікті тілшісі ретінде жұмыс істеді. Коммунистік еңбек газетінің әдеби қызметкері, Республикалық ұлан журналының бас редакторы болып жұмыс атқарған. Алғаш өлеңдерінің баспасөз бетінде 1958 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдер жинақтары, очерктер, таңдамалы шығармалары жарық көрді. Фариза Оңғарсынова өзінің қауырсын қаламымен, ақ жүрегін өлеңмен, кісілік келбетін әлдеқашан түгелдеген ақынның бірі. Фариза жыры айдын көл шалқар теңіз емес, тылсым мұхит деп бағалайды заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаев ақын поэзиясын. Өзі өмір сүрген дәуірдің шындығын терең түсініп, сезіне білетін, ешкімге ұқсамайтын табиғатымен ерекшеленетін Фариза ақын ақберен жырларымен қазақ поэзиясының асқақ тұлғасына айналды. Ақын жырлары отан сүйгіштік рухты оятып, туған халқын сүюге, құрметтеуге, оның дәстүрі мен мәдениетін қастерлеуге шақырады. Жыр менің жалғыз тарланым, аялап өтер ардағым, талықсып атар таңдарым, айымдай жалқы арманым дейді. Ақын поэзияны дара күндерінің, нала түндерінің серік санайды. Ол ерлік пен билік рухтың өлеңі, үнінде өрлік асқақтық бар. Сұхбат атты жинағында Маңғыстау монологтары, Одағым, оқшау құрығым, революция және мен деген өлеңдер циклі үшін Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ие болды. Ей адамзат, қара жерде күлеккен, қара орманды күлеткен, тыңда мені жүрекпен, тыңда мені жүрекпен. Ақынның Дауа кітабы таңдамалы өлеңдерден тұрады. Мұқағали Мақатаевтың Фариза, Фаризажан, Фариза қыз деген өлең жолдары Фариза Оңғарсыновадай ақын қазақтың қайсар қызы, болмысы бөлек әйел бейнесін дәл айшықтап тұрғандай. Бітімі жұқалтаң болса да, болмысы мұқалмайтын поэтикалық рухы мықты қызды қаламы қарымды зиялы қауым түгел мойындап, қазақ поэзиясының ақ адал анасы деп алдында бас иген. Фариза Оңғарсынова кеңінен таралған талай шығарманың авторы ретінде оқырманның есінде мәңгі сақталады. Оның отты өлеңдері, очерк, әңгімелері, повестері елімізде ғана емес, шет елдерге де танымалдылыққа ие болды. Қазақ еліне өз поэтикалық мәнерімен, лирикалық кейіпкерімен келген ақын соңына бірнеше том өлең жолдарын қалдырып, поэзия падишасына айнала білді. Өлеңдеріндегі өжеттік, батылдық пен астасқан нәзіктігі оның поэзиясына өзгеше рең, қайталанбас ерекшелік тартты. Фариза қай тақырыпты қозғаса да, соның тереңіне үңіліп, өз жырлаған құбылыстың бар мәнін аша алады. Фариза Оңғарсынова қазақтың сөз өнерін биік белеске шығарып, поэзияға жаңа леп әкелді. Ол биік рухтың ақыны болды. Ақын өз заманының аружданы десек, әлемдік мәні зор поэтикалық әсері әрқашан мөлдір. Фариза Оңғарсынова жырларының өз оқырманына берері мол. Қазақ халқы барда Фариза поэзиясы бар, поэзия барда Фариза бар. Бәрін білесің, оқи берсең кітапты деп ақында жырлағандай, кітап оқудан жалықпайық, білім көзі кітапта екенін әрдайым естен шығармайық.